қатысушы Ербол Сыпатаевтың туғанына 60 жыл толуына орай Қайсар ұлы қазақтың атты тақырыптағы еске алу кешіне қош келіпсіздер. Сол бір желтоқсан айында әлемнің алты құрлығында адамзатты алаңдатып құлақ түргізген көз тіккізген Алматыдағы жастар көтерілісі ұзақ жылдар бойы тоталитарлық жүйенің тегеруінді құрсауында ұйқылана бастаған Кеңестер одағына мүше талай елге ой салатыны анық. Ал оның қаһармандары бүкіл қазақ халқының мақтанышына айналды. Желтоқсан көтерілісі қазақ үшін қасиетті әрі қайғылы жай. Қайғылы болатыны 12-де бір күлі ашылмаған жауқазын жастарымызды жендеттер қолынан қазақ тауып, көпшіліктің қуғын-сүргін көргені. Қасиетті дегеніміз ежелден елдік пен ерліктің ата-бабасынан мұраға қалған жас ұрпақтың сын сағатта өркен дегені үстеуі. Солардың бірі желтоқсан көтерілісінің құрбаны сол кездегі Алматы энергетика институтының 2-ші курс студенті жаркентте көрген Ербол Сыпатаев. Құрметті оқушылар, ұстаздар, қонақтар, енді Ербол жайлы айта кетсем, студент кезінде, оғыла дейін балалық кезінде бірге жүргенбіз. Ерболмен көрісіп тұрғанбыз. Ербол екеуміз енді ол энергетика институтқа түскен кезде мен аржағында Истиктағы педучилищеде оқып, сонымен екеуміз бірге араласып, дос болып бірге өскенбіз. Кейін бертінде келе, 1986 жылы қарашаның аяғында, желтоқсан айының басында ауылға кетем деп, Ерболды сол жерде көрмей қалып, екеуміз сол жерде айырылысқап, бір-біріне көз жазысқап, кейін қысқы каникулға келген кезде бір-ақ естідім. Январдың 12-сі каникулға келдім. Сол кезде осындай жағдай болды деп, мен сол кезде Ербол өмірден өткен кезде көзіме жас алып, Ербол бауырым туралы өте қатты қайғырған болатынмын. Мен содан бері осы мектепте жұмыс жасап келемін. Ербол енді студент кезінде көпшіл, ерекше, кішіпейіл, сондай кісі болған. Ол кісі менен үлкен, бірақ екеуміз бірге жүрдік, үлкен деп не қылмайды. Достармен көп жақсы сыйластықта, қарым-қатынаста болды. Оның достар, бірге оқитын достар бәрін мен танимын. Қызылорда, Ақтау, Атыраудың жігіттері болды. Өзімен қатарлас. Осындай бізде студенттік өмірді бірге өткізген болатынбыз. Қазақтың батыр ұлы Ербол деген бүгінде есімі оның елге ерен, желтоқсанда ерлікпен қаза тапқан әрқашан әруағына тағзым етіледі.